Assalomu alaykum. Жаслар TV телеканалында аз болсын көрсетуінің нәубеттегі саны. Баршаңызды кіріп келдірген 2025 жыл таза жыл байрамымен шын көңілден құттықтап қоямыз. Жаңа жыл әрбіріңіздің шаңырағыңызға мол ырысқы несібелі жыл болсын. Ойлаған режелеріңіз жыл давамында әмелге асуына тілектеспіз. Жаслар TV телеканалы асханасында бүгін бізде ажайып мейман, Қарақалпақ эстрада қосықшысы, ажайып хауаз иесі Даутбай Қайыпов атындағы сыйлықтың 2011 жылғы лауреаты Рустем Насруллаев. Рустем аға, ассаламу алейкум, асханамызға қош келіпсіз. Алейкум ассалам, ассаламу алейкум, исламыным. Ас болсын көрсетуінде шақырған үшін рахмет. Жұмысларда табыстар болсын. Ассаламу алейкум, ас болсын көрсетуінің ықыласпен тілері. Кешегі Зүраят байрамы өткеніне байрамлар құтылы мәбәрек болсын. Келтірген 2025 жыл жаңа жыл байрамлар құтылы мәбәрек болсын. Рахмет, саламат болың. Байраммен сізді де шын көңілден құттықтап қоямыз. Һәм бүгін тамаша көйлерімізге қандай тағам даярлап береміз, Рустем аға? Бүгін тамаша көйлерімізге тәжік тағам, милли тағам болған құртоба тағамын даярлап бермекшіміз. Құртоба тағамын. Енді қараң, айыз тамаша көйлер, меймандарымыз көстемесін күннен күнге бір-бірінен өзгеше. Жаслар TV телеканалы, Жаслар TV-ның асханасында асылмаған тағамларды даярлауды үрдіске айландырып келатырды. Бұл біз үшін жүдә қуанышлы. Құртоба тағамы, яғни бүгін асханамызда бірінші рет қандай өнімдер керек болады? Тамаша көйлерімізге таныстырамыз, Рустем аға. Бірінші көш керек болады, мал көші. Одан кейін сүзбе, одан кейін торақ, пияз, көк пияз, помидор, қияр, көкатлар керек болады. Көкшөп өнімдері. Әмде айғабағар майы. Демек, онда бірінші жұмысымызды неден бастаймыз, Рустем аға? Көш турадан бастаймыз. Көш турадан бастаймыз. Әлбетте, айыз тамаша көйлер, міне біз бүгін тәжік милли тағамларынан бірі құртоба. Сондай, аты сондай ма? Құртоба. Құртоба. Енді бұны сіз социал тармақларда көрдіңіз ғой, иә? Социал тармақларынан көрдік, балаларымым көрдіген. Сөйтіп қызығып, папа осы тағамды таярлап көрейікса деп, сонымен таярлап көрдік бірнеше мәрте. Міне енді асханамызда да біз безліктен асханамызда да таярлап беріп жатырмыз.